Кабачкиден жасалған котлеттер. Алдын ала дайындалған тауықтың фаршының үстіне 1 шай қасық толтырмай тұз қосамыз, паприка, бұрыш, 1 жұмыртқа және де 2 ас қасық кукуруз ұнын қосамыз. Бір орташа немесе кіші кабачкиді теркадан өткізіп аламыз. Кабачки ұзынша болып шығатындықтан оны артынша пышақпен бөліп алсаңыздар болады. Фарштың үстіне дайын кабачкиді қосып жақсылап араластырамыз. Енді орташа көлемде домалақ етіп формаға келтіріп, бәрін дайындап жасап аламыз. Табамызға сұйық май немесе көкей майын жағып, котлеттерді салып, қақпағын жапқаннан кейін әр бетін 7-8 минут баяу отта қалдырдым. Дайын болған котлеттерді әртүрлі гарнирлермен ұсынсаңыздар болады. Менде күріш ас болсын. Видео пайдалы болса тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.